Саламатсыз ба? 1 наурыз алғыс айту күні. Алғысыңызды кімге айтар едіңіз? Алғысты көп адамға айтқым келеді. Бірінші осы дүниеге келген әке-шешеме, бауырларыма, өзімнің отбасыма, жолдасыма, балаларыма, бүкіл мұғалімдер қауымына, барша жұртқа алғыс айтқым келеді. Өйткені бәрін жақсы көремін. Саламатсыз ба, әпке? 1 наурыз алғыс айту күні кімге алғысыңызды айтар едіңіз? Барлықтарына рахмет. Барлықтарына алғыс айтамын. Барлық оқушыларына да, ұстаздарға да, ата-аналарға да, бәріне алғыс. Алғысым шексіз. 1 наурыз алғыс айту күніне кімге алғысыңызды айтар едіңіз? Наурыз алғыс күнінде ең бірінші өзімнің мектеп ұжымыма алғыс айтатын едім. Мектеп басшысына, мектеп әкімшілігіне, мектеп мұғалімдеріне, өзімнің мектеп қызметкерлеріне бәріне. 1 наурыз алғыс айту күні кімге алғысыңызды айтар едіңіз? Ата-анама, бауырларыма, достарыма, жұбайыма, балаларыма бәріне алғыс. Бүкіл халқыма алғыс. Мен алғыс. Саламатсыз ба? 1 наурыз алғыс айту күні кімге алғысыңызды айтар едіңіз? Алғысым, өмірге алғыс, шексіз алғыс, балаларыма алғыс, бауырларыма алғыс, ұжымыма алғыс. Саламатсыз ба, Мұрат ағай? Алғысыңызды кімге айтар едіңіз 1 наурыз күні? Сәлеметсіздер ме қыздар? 1 наурыз алғыс айту күні кімдерге алғыстарыңызды айтар едіңіздер? Ең алдымен отбасымызға, жақындарымызға, қосымшаға рахмет айтамыз. Және мектеп мұғалімдеріне, достарыма, бізге алғыстардан аямай айтқандарына мұғалімдерге, және өзімнің достарыма көп рахмет. 1 наурыз алғыс айту күні екенін білесіз бе? Иә. Кімге алғысыңызды айтар едіңіз? Наурыз қандай мереке? Алғыс айтамын. Кімге алғысыңызды айтар едіңіз? Ең бірінші әкем мен анама, сосын ұстаздарға алғыс айтамын.